Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай дәл видеодағыдай өте дәмді дәрумендерге бай витаминді салат жасайтын боламын. Сондықтан менің видеомды соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом пайдалы болса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып өтуді ұмытпаңыздар. Мұнда бізге керек заттар: алма, қайнатылған қызылша, грек жаңғағы, осындай мейіз және де майонез ғана керек болады. Ең алдымен алманы жақсылап жуып, сыртынан қабығын аршып, дәл видеодағыдай майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Алманың кез келген түрін алсаңыздар болады. Енді міндетті түрде тәтті болғаны жөн. Мұнда келесі осы грек жаңғақты дәл видеодағыдай майда бөлшектерге бөліп турап алатын боламыз. Грек жаңғағын барлығымыз білеміз, ол өте біздің ағзамызға керекті жаңағы азықтардың бірі болып табылады. Сондықтан біздің осы салатымыздың құрамы өте оңай. Егер сіздерге ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мұнда дәл видеодағыдай келесі осындай мейізді осылай майда бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Менде осындай мейіздің қара түрі, сіздер кез келген түрін алсаңыздар болады, сары түрін алсаңыздар да болады, ол ешқандай да салатымызға кедергі жасамайды. Мұнда келесі осылай қызылшаны дәл видеодағыдай майда бөліктерге бөліп осылай турап алатын боламыз. Қызылшаны қайнату әр ас үй ханшайымының өзінің әдісі бар. Менің әдісім 1 сағат көлемінде орташа отта қайнатып пісіріп алатын боламын. Сонда менде осындай өте жұмсақ қызылша пісіп шығады. Оны барлығын дәл видеодағыдай қылып турап алыңыздар. Құрамы өте оңай және дәрумендерге бай салат болып табылады. Мұны барлығын шұңғыр ыдысқа салып, бетіне майонезімді құйдым. Сіздер сметана құйсаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызда. Мұны дәл видеодағыдай жақсылап араластырып шығамыз. Тұз салу да өз қалауларыңызда, кішкене ғана қоссаңыздар болады. Мен ешқандай да тұз қосқан жоқпын, себебі бұл өте дәмді салат болып шығады. Мұны достар, міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәруменге бай салат, сіздердің қан құрамындағы гемоглобиндеріңізді көтеруге арналған салат. Сондықтан менің видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып өтуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әр күн сайын осындай пайдалы видеолар шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.